Сәлем достар, бүгін чак-чак дайындайтын боламыз. Хрустящий болып шығады. Оған керекті заттар: 2 жұмыртқа, 30 грамм құмшекер, шым-шым тұз, 0,5 грамм жарты шай қасық сода, 2 ас қасық арақ немесе 1 ас қасық уксус. Мен негізінде арақ қолданам. Хрустящий болып шығады, сол маған ұнайды. 300 грамм ұн. Осы аталған ингредиенттің барлығын қосып, араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Менің өз ойымде балаларым осыны жақсы көреді, осыны жиі дайындап тұрамын. Осылай барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Онда салып, мына қамырымыз қансын деп 10-15 минутқа қойып қоямыз. Жайғанға ыңғайлы болады, әрі тез жайылады. Қойып қойдық. Енді осы қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқа етіп жайса, қытырлақ болып, әдемі болып пісетін болады. Енді осы қамырымызды орап, қытайға кесіп, ұзынша етіп, текшелер етіп кесіп, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Чак-чагымыз дайын, ас болсын. Каналға лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.